Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен. Қасиетті Рамазан айы құтты болсын баршамызға да. Рамазан айында жасап жатқан игі істеріңіз және де ғибадат құлшылықтарыңыз қабыл болсын дейміз. Осы қандай да бір іске осы қасиетті айда ниеттенген болсаңыздар, сол істеріңізді сәтімен жүзеге асуына тілектестік білдіреміз. Міне қасиетті Рамазан айының өзіндік құндылықтарын насихаттайтын Рамазан руханият айы бағдарламасының кезекті шығарылымы бүгін өздеріңізге жол тартып отыр. Бүгін біз бағдарламамызда жалпы оразаның, ораза ұстаушының әдептері турасында сөз қозғайтын боламыз. Енді біз Рамазан айы бойы жалпы осы Рамазанның құндылықтары, оразаға қатысты және де осы Рамазан айында орындалатын амалдар, жасалатын ғибадаттар турасында да өзіндік арнайы тақырып аясында әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы қаламыздағы Мәуленберген мешітінің имамы Мақсот Бақытжанұлы ағамыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз аға. Амин, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай, оразаларыңыз қалай өтіп жатыр? Алхамдулилля, Аллаға шүкір. Бәрекелді. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет айтамыз. Алдымен ораза қабыл болсын дейміз. Енді биыл бұл Рамазан айы жалпы көптеген мұсылмандардың сағына қарсы алып қимай қоштасатын сондай берекелі айы ғой енді. Бұл айға жеткен де бар, жетпеген де бар. Енді сол үшін шүкіршілік етеміз деп айтамыз әрине. Жалпы қалай өздеріңізде биылғы Рамазан айы қалай өтіп жатыр? Былтырға қарағанда қандай да бір өзгешеліктер, ерекшеліктер бар ма? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бауырым, Алла разы болсын. Алдымен осы сұхбатқа шақырып, қасиетті 12 айдың сұлтаны, қасиетті Рамазан айының құрметіне осы бүгінгі сұхбатқа шақырып атқаның Алла мыңда бір разы болсын. Баршамызға Алла тағала осы қасиетті айымызды толық өтеп, шығуды Алла нәсіп етсін, күш қуат берсін. Енді әрине Рамазан айының өзінің ерекшеліктері бар, өзінің құндылықтары бар, қасиет қадірі бар. Жылдағы өзіміздің дәстүріміз дейміз, Алланың бұйрығы дейміз. Сол бұйрық бойынша Алла тағала қасиетті Құранда Бақара сүресінде бұрынғыларға парыз етілгендей, сендерге де ораза парыз етілді, әрине сақтанарсыңдар деп Алла тағала өзінің қасиетті Құранда бұйырып жатыр. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шәріптерінде осы қасиетті ораза туралы құндылықтарын бізге жеткізіп жатыр екен. Сол бұйрық бойынша оразамызды бүгін бастап бисмилля деп өтеп жатқан жағдайымыз бар. Енді сол күнде жылдағыша сол оразамыз. Алла тағала баршамызға тек күш қуат берсін. Амин. Енді сіздердің ауылдарыңызда білеміз, енді үлкен кісілер көп қой. Ақсақалдар бар. Аллаға шүкір. Ол кісілерге енді көбісі айтып жатыр, биылғы ораза енді кішкене салқын мезгіл, жақсы, ыңғайлы уақытқа, жайлы уақытқа келді деп. Енді үлкен адамдар үшін де бір жайлы, сондай ыңғайлы болып жатқан шығар. Шүкір, енді Мұқағали атамыз айтады ғой, есіне мәз боласың бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр дейді. Енді қарттар бар, шүкір, бірақ көздері азайып бара жатыр. Осы ауылымызда жақсы ауызы дуалы қарттарымыз бар еді, біразы не салып кетті. Шүкір, енді бар, сол енді қарттарымыз осы кеше бастап тарауыққа келіп жатыр. Сол тарауыққа басып өтін кейбір жастарымыз тіпті бәлен түгендеп, сезі рахат деп кетіп қалған жағдайлар болады ғой. Бірақ қарттарымыз Аллаға шүкір, қартымыз да орта жастағы да ағаларымыз келіп, сол жиырма рахат тарауығына қатысып, баталарын беріп, біздің ауылымыздың ерекшелігі сол жұмадан кейін де, сол әр намаздан кейін де қалып үлкендер бата береді. Жастарға ақылын айтып, өсиетін сөздерін айтып тарқайды. Бұл да осы исламның яна дәстүріміздің, дәстүр құндылықтарының бір сабақтастығы деп ойлаймыз. Өте жақсы. Жалпы енді осы қасиетті Рамазан айының келісімен жалпы 30 күн бойы исі мұсылман баласы ауыз бекітеді, ораза ұстайды. Әрине ол да бір парыз амалдардың бірі. Мына ораза ұстаған кезде де оны бір қандай да бір немесе артық салмақтан арылу, немесе басқа бір істерден тыйылу деген сияқты мақсатпен ұстамау керек. Жалпы ең бастысы бұл ниет, ең бірінші бұл Алланың разылығы үшін
осы Рамазан айында оразаны өтеу деп шариғатымыздың айтатынын білеміз. Жалпы енді осы Рамазан айындағы оразаның өзіндік хикметтері турасында айта отырсаңыз, және де өзіндік әдеттері турасында айта отырсаңыз, жалпы ораза ұстаушы ең алдымен нені сезіну керек, нені басты қағида ретінде ұстау керек? Алла разы болсын. Жалпы енді ораза белгілі, бұл адам баласында екі нәрсе болады ғой. Бірінші тән қажеттілігі, екінші жан қажеттілігі. Мүмкін енді орын алмастырса артық айып болмас. Енді тән неден азықтанады? Тән сол ішіп жем күнделікті ас ауқатымыз деген секілді. Ал енді жан, рухани, жүрек деген секілді, рух, иман деген секілді нәрселер, бұл осы құлшылық ғибадатпен, Аллаға деген иманмен, сеніммен, иқсанмен, тағат ғибадатпен азыққанатыны анық. Сол себептен де Алла Тағала осы қасиетті Рамазан айын біздерге нәсіп қылып, ораза ұстап, аузымызды бекітіп, сәлемізге тұрып, күнделікті ауызашарда дұғамызды жасап, осы Рамазан айындағы әрбір амалдарымыз 10-нан 700 есеге дейін еселенеді деп Алла Тағала пайғамбарымыз сүйіншілеп жатыр. Сол себептен де осы Рамазан айында біз рухани бір құндылықтарды жинайтын, рухани бір азықтарымызды ерекше бір қияметімізге, ақиретімізге сақтайтын ерекше бір ай деп түсінуіміз керек. Сол себептен де бұл тек әлгі бәз біреулердің мүмкін ойларында жаңағыдай денсаулыққа деген жақсартамын, болмаса жұрттың бәрі ұстап отыр ғой деген секілді бір әдет бір секілді емес. Енді мүмкін басында солай да болар. Оған біз пәленше түгенше деп айтудан жалпы аулақпыз. Жайлап мынау оразаның құндылығын, оның дәмін сезгеннен кейін адам шынайы өзінің ниетімен ұстайды деген ойдамыз. Сондықтан осы оразаны негізі шынайы рухани құндылық ретінде, Алланың бұйрығы ретінде, жаңағы өзіміздің дініміздің жаңағы шарты ретінде, осы 5 парыздың біреуі ретінде шынайы сезініп ұстағанымыз абзал деген түсініктеміз, ойдамыз. Өте жақсы. Мақсұт аға, жалпы енді сіз мына біраз жылдардан бері осы дін саласында қызмет етіп келе жатсыз. Жалпы мынау ислам дініндегі негізгі құндылықтар, жалпы енді қандай да бір осы шариғат туралы сөз қозғаған кезде адамзаттың ардақтысы болған Алла елшісінің өнегелі өмірі бұл ең бірінші еске ойға оралатын сөзсіз ғой. Енді жалпы сіз көбінесе осы Алла елшісінің өмірінен мысалдар келтіріп, мына қисса дастандардан, керемет ізгілерінің сөзінен осындай өнегелі әңгімелер айтатыныңызды естіп жүреміз. Жалпы осы оразаға қатысты осы ардақты пайғамбардың өзінің өмір жолында қандай игі амалдар жасады, және де мына кейінгі мұсылман үмметіне қалдырған өнегесі қандай болды, осыған қатысты бір ой орамдармен бөлісе тұрсаңыз. Алла разы болсын. Енді ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол бізге үлгі. Біз басқа үлгі бізге қажет емес. Мүмкін қажеттіліктер болар, дегенмен де бізге осы дүниеде де ақирет үшінде пайғамбарымыздың өмір баяны бізге үлгі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің ғұмырында, пайғамбарлық ғұмырында шамамен 100 мыңнан астам шәкірт дайындап кетті дейді. Енді асхабтар дейді, сахабалар дейді. Сол себептен де біз осы пайғамбардың жолындамыз, пайғамбардың сүннетін асыл ділімізді ұстанып жүрген мұсылманбыз. Енді ардақты пайғамбарымыздың өмір баянын оқып отырсаңыз, көзіңізге жас алмай оқу мүмкін емес. Оның өмір баяны, оның көрген қиындықтары, шеккен азаптары. Сондықтан біз енді осы пайғамбардың өмірінен ғибрат алуымыз керек. Жалпы пайғамбардың мынандай бір оқиғасын айтып жіберейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға мынау пайғамбарымыздың жасаған іс-әрекеттерін, амалдарын сүннет дейміз шариғатта. Пайғамбар дүние салғаннан кейін Хазіреті Абу Бәкір, білесіздер, үлкен сахаба, өзінің қызы Айшаға келіп былай деп айтты дейді. Айша, білесіздер, пайғамбарымыздың жұбайы болды Айша анамыз. Айша деді, қызы ғой, дегенмен пайғамбардың жұбайы, мұсылмандардың анасы. Осы мен деді пайғамбардың барлық сүннетін жасауға тырысамын деді. Сахабалар тырысқан, қолдан келгенше жасаған, пайғамбардың сүннетін жасаған іс-әрекеттерін, амалдарын. Дегенмен мен білмейтін бір іс-әрекеттер бар ма? Бір амалдар бар ма? Көзден таса қалған, ойдан шығып қалған деген секілді. Сол кезде қызы Айша айтты, әкешім деді, мына бір қаланың ішінде бір базар бар. Сол базардың есігінің алдында жаңа бір яхуди бар, отырады. Оның көзі көрмейді. Ол таңертең кешке шейін сол жерде болады, және де кейбір кезде жаңағы
дін туралы, мұсылмандар туралы әртүрлі әңгіме айтып отырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол кісіні барып күнделікті тамақтандыратын еді. Мүмкін сен барып соны тамақтандырсаң деді. Сол Айша анамыздың айтуы бойынша Абу Бакр жеделдетіп барып тамағын апарып не істеді? Сол жаңағы міскіннің, еврей, яхуди адамның барып қасына барып амандасты да жайлап келіп не істеді? Тамағын бере бастады дейді. Сол жайлап тамағын беріп отырса, әлгі адам ислам туралы, пайғамбар туралы әртүрлі жамандау сөздер айтып отыр екен. Сол кезде Абу Бакр кішкене тіксініп, беріп отқан тамағын жаңағы тежеп қалған екен. Сол кезде әлгі кісі қарап отырып сұрайды екен, сен кімсің деп. Сонда Абу Бакр айтады екен, жоқ, әлгі міскін айтады екен, жоқ, кісі жетік айтады екен жаңағы базардың алдында. Мен дейді, кешіріңіз, Абу Бакр дейді, мен күнделікті сізге келіп тамақ беріп жүрген адаммын дейді екен. Сонда әлгі яхуди тұрып айтады, жоқ дейді, сен ол кісі емессің дейді, ол емессің дейді. Сонда қалай дегенде, ол кісі күнделікті келіп тамақ беретін еді. Сол кезде мен әртүрлі балағат сөздер айтатын едім. Бірақ мен балағат сөздер айтқан сайын, ол маған тамақты сондай мейіріммен, махаббатпен, тіпті сондай езіп, жүп-жұмсақ қылып, аузыма дейін салып, кәдімгі сөйтіп береді. Ал енді сен деді, бір-екі ауыз сөз айтқаннан кейін сен тоқтап қалдың деді. Сен шыныңды айт, кім едің деді. Сол кезде Хазірет Абу Бакр көзіне жас алып, өзінің әрекетіне кішкене өкінді дейді. Неге? Біз енді дұрыс Хазіреті пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жасаған әрекеттерін жасағымыз келеді, амалдарын істегіміз келеді. Бірақ Хазіреті Абу Бакрдың өзі анау яхуди, ислам туралы, пайғамбар туралы жаман сөздер айтқан кезде тіксініп, беріп атқан тамағын тоқтап қалғаны, бұл қалай болғанда да ал ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жасаған амалын біз толық деңгейде өте алмайтынымызды кейде байқаймыз. Дегенмен де қазақта абайдам айтатын сөз бар ғой, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз дейді. Шын мәнінде пайғамбарды сүйсек, шын мәнінде ата-бабаларымызды сүйсек, шын мәнінде кешегі асыл әулиелердің, абзалдардың, абыздардың жолында болсақ, біз соларға ұқсауымыз керек екен. Қалай болғанда да қателіктеріміз болса жаңағыдай орын жуып шайып, барынша игілікті амалдарды жасауға әрекет жасағанымыз абзал екен. Бәрекелді. Жалпы енді қандай да бір мұсылман баласы енді бұл мейірімділік, діннің өзі құндылықтарына адамды мейірімділікке, бауырмалдылыққа үндейді ғой. Жалпы осы оның үстіне оразада да, ораза кезінде жаңағындай ағайын туманы аралап, оларға жақсы көңіл күйде болып, жалпы бір-біріне мейірімділік, құрмет көрсету, енді ол да бір мұсылманның ізгі амалдарының бірінен ой дейсіз ғой. Жалпы осындай ой түюге болады ғой жаңа сіздің әңгімеңізде. Әрине. Жақсы, өте жақсы. Жалпы енді бізге көптеген сауалдар келіп жатады ғой. Оразаға қатысты, оразаны алғаш рет ұстап жатқан адамдар болады. Алғаш бекітіп деген сияқты. Енді оразаның өзіндік әдептері болады, жаңағы ауыз ашарға қатысты, ауыз бекіткенге деген сияқты. Енді әрине біздің бағдарлама барысында осы тақырыптар аясында біз көптеген осы имамдармен, өздеріңіздің дін қызметкерлерімен сұхбаттар жасағанбыз. Біздің имамдарымыз да жауап берген. Десе де енді бұны көретіндер болады, көрмей қалғандар болады деген сияқты сондай сұрақтар көп келіп жатады. Ораза кезінде, мысалы, жаңағы өзін ұстауы, мысалы, ораза ұстаушының жаңағы өзін, мысалы, мұсылманға сай ұстауы, жақсы мінез көрсетуі, әдепті болуы деген сияқты, мысалы, қасиеттер қаншалықты мығым және көп болу керек. Енді біз көбінесе естіп жатамыз, енді мұсылман баласының жаңағы басқа дін өкілдерінде ұстайтын оразасы бар деп естіп жатамыз. Жалпы біздің де өзіміз мұсылмандардың жаңағы оразасының бір ерекшелігі бұл жаңағы сәресі, ауыз ашатын уақыт деген сияқты. Осы бір әдептер туралы айта кетсеңіз. Рахмет. Жалпы жоғарыда баяндадық қой, Алла тағала қасиетті Құранда Бақара сүресінде бұрынғыларға парыз етілген деп жатыр. Яғни бұрынғы яхуди болсын, иудейлер, христиандар болсын, тіпті үкімі жойылып кеткен кейбір басқа батый діндер болсын, оларда да ораза бар. Әртүрлі олардың да ерекшеліктері бар, әртүрлі себептер бар, жағдайлар бар. Кейбір мәселелерде олар кішкене ораза шариғаттары бұзылған деген секілді. Ал енді біздің шариғатымызда ешқандай шикілік жоқ.
Аллаға шүкір, оразамызды осы шариғи тәртіппен, Құран жаңағы ислам шариғатымен, пайғамбар сүннетімен өтеуге тиістіміз. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде сәресіге тұрыңдар, себебі сәресіде береке бар дейді. Аталарымыз бұрын, әжелеріміз сол сәресіге тұрған. Келіндер сол күнде, жас келіндер сол сәресіге шай қайнатып берген. Сөйтіп кейіннен естеді, ол келіндерге бата берген. Көсегең көгерсін, жапырағың жайылсын, өркенің өссін деп, мына кейінгі қазіргі сарғайын бәйбіше жеңгелеріміз, апаларымыз айтып отырады. Себебі сәресіге тұрудың өзі бір үлкен кішкене нәпсіге қиындау нәрсе ғой. Жасыратын жоқ. Сол себептен де біздің басқа оразалардан, басқа шариғаттардан айырмашылығы біздің оразамыздың негізгі осы сәресіне тұру екен. Одан кейін толық жемнен тыйылу ғой. Кейбір нелерде жаңа жеңіл-желпі нелерді жей береді деген секілді. Ал енді оразаның әдептеріне келетін болсақ, оразаның әдептері біраз нәрсе ғой айтса. Жалпы негізі мына оразада тыйылу дейді, толық тыйылу дейді ғой. Жаңағы тілден болсын, көзден болсын, құлақтан болсын, басқа нәрселерден болсын, осы тыйылу екен. Мынау балағат сөздерден тыйылу керек. Боқ ауыз сөз дейді қазақта. Боқ ауыз сөз, жаман сөздер бар, Құдай сақтасын. Адам баласының аузынан шығып кететін әртүрлі жаман өрескел сөздер бар. Мына осылардан тыйылу керек. Одан кейін ғайбат сөздер дейді. Ғайбат айту. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мынау ғайбат туралы қатты айтқан хадистер бар. Тіпті өзіңнің бауырыңды жеп, соны өлтіріп, соның етін жегендей күнәға арқалайсың деген сөздері бар, хадистер бар. Сол себептен де осы ғайбат қазақ айтады ғой, өсек деп. Өсек ғайбат деп жатады. Мынау басқа айлардағы 11 айыңды бұлай қоя тұр. Осы жаңағы 12 айдың сұлтаны деп отқан қасиетті Рамазан айында сол мәселелерден тыйыла алмасақ, онда бұл қазақ айтады ғой, суға соқ дейді. Бекер кетті деген сөз ғой бұлай айтқанда. Сол себептен де мына өзіміздің нәпсімізді, өзіміздің рухани жағдайымызды осы айда тәрбиелеп алмасақ, онда бізге ешкім басқаша мүмкіншілік бермейді екен. Ал енді басқа да ерекшеліктер бар. Мынау біреу келіп саған тиісіп атса дейді, біреу келіп сені ғайбаттап атса, біреу келіп сені боқтап атса, ардақты пайғамбарымыз нағыл дейді, аузу биллахи минка инни саум деп айт дейді. Мен сенен сыйынамын, мен ораза ұстаушымын деп айт дейді. Бұл негізі ораза ұстаушыға ең үлкен қалқан, қорған, қазірше айтқанда бронжилет. Айтып жатыр ғой, сенен сыйынамын, мен ораза ұстаушымын, айып етпе, саған сенімен аузымен айтысып, тілдімен керісіп кететін жағдайым жоқ деген секілді кішкене сабыр сақтап, осы өзіңе кішкене қорған қалқан қойып ал деп жатыр екен. Енді одан кейін мынау худси хадис деген бар. Баршамызға белгілі хадис бар, Құран бар, оның ортасында худси хадис бар. Осы худси хадистің бірінде Алла Тағала айтады дейді. Мынау ораза ұстаушы, менің тыйған қарамдарымнан дейді, қарамдарымнан тыйылмайынша, қарамдар деп отқан сол боқ ауыз сөз, жаман іс-әрекеттер, әртүрлі жаман лас нәрселер ғой. Осыдан тыйылмайынша, мен үшін ішіп жеп тыйылуына мұқтаж емеспін деп айтады дейді. Енді біз ниет қыламыз ғой, Алла Тағала сен үшін ішіп жемнен тыйылып жатырмыз, күндіз аққа аш жүрміз, ораза ұстап жатырмыз деген секілді міндетсіме деп жатыр Алла Тағала. Мен саған мұқтаж емеспін, айналайын деп жатыр, айтқанда, қазақша айтқанда көке. Сол себептен де біз не болса да осы оразаны өзіміз үшін ұстағанымыз абзал. Және де бір Айша анамыздың есінде айтады, мына ораза ұстаушының ең басты бір ерекшеліктің бірі бұл мисуак, ауызды мисуакпен тазалап жүру дейді. Енді оның да өзінің бір хикметі болар. Аузымызды тазалап, аузымызды шайып барынша жүрсек, мүмкін аузымыздан сол тікелей мағынасын алғанда балағат сөздер шықпас, жаман әңгімелер шықпас деген секілді. Бұл да бір жаңағы оразаның бір ерекшеліктері, әдептері болады екен. Өте жақсы екен. Жақсы екен, керемет. Енді бір сауал келген екен. Жалпы енді мына Рамазан айында бұл Құран түскен ай деп айтып жатамыз ғой, білеміз, Құран қасиетті. Сондықтан да Құранды көп оқу керек екенін де білеміз. Көп сауаптар жазылатынында Құранның әрбір әрпіне. Енді басқа да жалпы адам өзін дамытатын рухани қандай кітаптар немесе қандай әдебиеттер оқуға болады деген сияқты сауал. Енді бұл жерде әркімнің өзінің, енді біз былай ғой, біздің шариғатымызда Абу Ханифа атамыздың, мазғабымыздың жетекшісі
өзінің кітаптарында айтады ғой, біз түр түсіне қарамаймыз адамның, оның жаңағы лауазымына қарамаймыз, оның тегіне табы. Біз ла илаха илlallah Мұхаммад Расул деп айтса, кімде-кім оны мұсылман деп танимыз дейді. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы өзінің хадис шәріптерінде адам баласының барлығы бірдей екенін айтып жатыр. Сол себептен де дегенмен де адамның бір деңгейлері болуы мүмкін. Енді білім деңгейі болады, әртүрлі ақыл ой парасат деңгейі болады. Міне соған қарап, мына әдеби шығармаларда, соның ішінде де шариғи әдеби шығармаларда жаңағы өзі таңдап қарап алса жақсы болады деген ойдамыз. Ал енді негізінен айтар едім, осы айда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянын оқыса. Ғұмыр баян бар ғой қазір, шүкір Аллах. Қазақша кітаптар бар. Кітаптары, бірнеше кітаптар шықты. Жақында ғана Мінсіз Мұхаммед деген жақсы кітабы шықты. Ал енді одан кейін сахабалардың өмір баянын оқыса. Енді қазір мынау шабуыл жасап жатыр ғой, араб танып кетті. Арабтың басқа ештеңе айтпайды. Бірақ бұл жерде арабтың қатысы жоқ. Бұл жерде таза кәдімгі рухани азық ретінде. Одан кейін енді өзіміздің мына кәдімгі қазіргі қазақ ғалымдары шығып жатыр. Діни басқармада өзіміздің жақсы еңбектер шығып жатыр. Соларды қарап бір мезгіл жаңағыдай. Одан кейін иман журналы, мына жаңағы газет журналдарымыз бар. Осыларды, сосын мынау шағын кітаптарда бар. Қазіргі мынау ихсан бағытына шыққан кітаптар бар. Осыларды рухани жеңіл кәдімгі хадистермен, жақсы қисса әңгімелермен. Одан кейін айтар едім, қазір осы көп жерден көрмей, негізі пайғамбарлар тарихы деп айтады қазір. Бірақ Қиссасул Анбия деген бір кітап бар. Ертеректе шыққан, бұл Қазан баспасына басылған. Осының ішінде жақсы бір қисса әңгімелер бар. Енді арғы негізі сол пайғамбарлар дәуіріне баратын, пайғамбарлардан бастау алатын оқиғалар ғой. Оны осыларды тауып оқыса, рухани бір азық болады деген ойдамыз, иншалла. Өте жақсы екен, керемет. Бұл енді пікіріңіз әрине бізді көріп отқан көрермендер үшін жалпы қандай кітап оқиын бос уақытында, осы күндіз аузын берік ораза ауыз ашқанша ең болмаса осындай кітап оқып уақыт өткізейін деген жандар үшін бір қандай да бір жақсы кеңестердің бірі деп ойлаймыз. Рамазанға қатысты қазір шығып жатқан кітаптар бар ғой. Осы Рамазан айында Рамазанға қатысты кітаптарды барынша көбірек оқыған абзал ғой жалпы. Дұрыс айтасыз. Өте жақсы, көп рахмет Мақсұт аға. Келіп пікір білдіріп ой бөлісіп жатқаныңызға алғыс айтамыз. Енді біздің сұхбатымыздың соңында біздің көрермендерге айтатын тілегіңіз, лебізіңіз болса жеткізсеңіз. Біз әрбір амалымызға адалдық танытпасақ, шынайылық танытпасақ, онда амалдарымызда бір күмән болатыны анық екен. Сол себептен де бір-бірімізге шариғатымызға адал болайық, осы оразамызға адал болайық, осы мемлекетімізге, ең араяғы осы кәсібімізге де, қызметімізге де адал болайық деген ойдамыз. Амин. Көп рахмет сізге. Келіп пікір білдіріп, ой бөлісіп жатқаныңызға алғыс білдіреміз. Осы қасиетті Рамазан айында ұстап жатқан оразаларыңызды Алла қабыл етсін. Қандай да бір игі амалдар жасап жатсаңыздар сауаптан болсын дейміз. Енді Рамазан айы әрине бүткіл мұсылман баласы үшін үлкен бір мейрам, қуаныш айы, мейрам айы. Осы айда баршамызға да осы игі істермен, жақсы амалдармен өткізуді нәсіп етсін дейміз. Әмин. Қымбатты көрермен, осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз да аяқталды. Рамазан айы құтты болсын. Біз келесі бағдарламамызда да осы Рамазан айына қатысты әртүрлі тақырыптарда жалғастыратын боламыз. Жүздескенше аман сау болыңыздар. Әмин. Алла разы болсын.